как раз осыған шақ болды. Ұнап кетті. Бұл ұнатып кием дедік. Әке сен кие ғой дедік. Несін тіктіріп алады, модный қылып. Тіктіріп алам. Не дейді? Тіктіріп алам ғой. Тіктіріп алам дейді. Тіктіріп алам дейді машинеге. Машинеге тіктіріп алады да. Машинеге не қылады? Тіктіреді. Киеді? Тігеді. Абдықадыр. Модный қылады да, модный. Абдықадырдың баласы. Сақалтай емес. Сақалтай болғанда олардікі басқаша ғой. Олардікі бұлардан да басқаша. Ал түсінбесің. Абдықадырдың өзі не Abdықадыр? Вахабистің баласын. Кешеде Марқұм қайтыс болды, Абдықадыр. Кешеде бір ана сәле ораған бір жігіт келді ғой. Ол осы ауылда жүрген молда ғой. Ауылдың молдасы ма? Ол кім баласы? Ол оқыған молда. Оқыған. Бірақ имам емес та. Жоқ, кім баласы ол? Ол жерде бір божбан. Ол бәлшек бір жақтан көшіп келген қоғалдан ол бәлшек. Папымдардың істескен кісі ол алдын бір костюммен бір кісі келді ол тақиға бой кішірейік атты алды. Соның баласы. Мешітке біраз барып жүріп кейін жолатпай қойды ғой. Имам болып кетемін деп. Оқыған адамды имам болса неме бар? Білімі күшті. Ай бойы неге? Аналардан күшті де білімі. Екеуі сол сияқтылар жүреді өзімен қосылып. Оқыған адамдар шеттеткен емес еді. Таласта. Сен армияда Москва жақта болдың ба? Коррупция ғой бәрі. Мына мешіттегі имамдар. Талас бір-біріне. Армияда Москва жақта болдың ба? Бір нәрсе бермесе имамдар. Владимир деме бастады. Москваның айналасында Владимир деген қалада служит еді. Оқыған Монғолияда. Мынау Ерлан Әзірбайжанда болдың ба? Кавказда. Әзірбайжанда өшкеде қарауыл болып тұрамын деп жазатын еді. Хат па? Хат? Хат жазғанда үйге қарауылдықта тұрмын деп жазатын еді. Нұрлан Сібірге барды. Красноярский край армияға. Оңтүстіктің өскен бала Сібірге барып ауырды ғой. Климат басқаша. Қысы суықты Сібірді. Суықтап ауырып, больницада жатырмын деп хат келді. Красноярск қаласында. Не? Госпиталь жаттым. Содан бізге ойым түседі дейді. Әке, атаң қойып барып келем деді. Жұмыс істейді. Бастығы Кенжебаевтан ондай Сібірге армияға служит етуге Сібірге түскен балам ауырып қапты, больницада жатыр. Со рұқсат беріңіз маған 10 шақты күнге барып келейін. Ойбай, жұмысты кім істейді? Сенің жұмысыңды ешкім істей алмайды ғой.
Одан да балдыз барып келсін деп, мені балдыз дейді ғой. Сені босатамаймын ғой, балдыз барып келсін депті. Кенжебаев. Ояқтың климатын көтере алмайсыз ғой сіз. Одан бір кешке үйіне бардым да, кешке үйіне келсін. Мен Сібірдің қай жерін білем дедім. Сібірге барып, бір жерінде өліп қаларым мен де. Одан да әкесіне рұқсат беріңіз дедім. Рұқсат бермейтін болсаңыз дедім. Жұмыста жібермеймін. Экономист болып сізді істемей-ақ қойсын. Баласына бармай, кімге барады санаяқта, Сібірде ауырып жатқан баласына? Әкесі ғой дедім. Мен Сібірдің қай жерінен балам, тауып алам. Ол еркек қой қанша айтқан менен. Жіберіңіз. Дебем, мақұл деп. Жіберді ғой. Папым келгенде мен госпиталда емес. Папым барғанда мен госпиталдан шығып, ауыстырып, гражданский больницада жатқан ғой. Сонда бұның больницасы жердің астында екен. Сібірдің больницалары сондай болады. Жердің астында емес, жердің бетінде. Сөйтіп келді ғой әкең. Жоқ. Үлкен этаж андай нелер, бірақ бір-біріне астымен өтеді. Жаңағы түннел бар да. Бір здание, мысалы, бір здание, екінші здание үшін сондай зданиялардың астымен бір-біріне түннелмен өтеді. А бірақ негізі жердің бетінде да. Үлкен клинический больница болған. Үлкен областной больницада. Неде, Красноярскің өзінде. Краевой ол уақытта. Красноярский край. Краевой. Олар госпиталға сол ненің больницаның несі, үлкен жаңағы несі, профессоры. Студенттерге эксперимент есебінде аурулар керек болған ғой. Соны жаңағы госпиталға сондай адамға алайық деп келген. Сонымен госпиталменен договор жасасып, ішінден мен таңдап әкеткен. Служба еткен жерің Сібірдің іші орманның арасы екен ғой. Ол тайганың іші ғой, орманның арасы ғой. Ол ар жағында Иланскі деген деревня, ол Канская, Иланскі, ол орманның арасында ғой. Тайганың ішінде ол. Ар жағында Финляндия дейсіз ғой. Балтика. Монғолия. Ол Балтика жақта. Монғолия. Монғолия. Мына жақта Қытай жақта шығыс. Сібірмен былай солтүстік. Не ол? Солтүстікке қарай кетеді. Оның служба етіп отқан жеріне де барған. Папаң. Не? Алдымен сояқтан барған, одан олар госпиталға жіберген, госпиталды қабып келсек, госпитал мені договорыменен ауысып кеткен, олар служба етіп отқан жеріне барған себебі, барып ана больницаға барса, шығып кеткен деп жазып қойыпты да. Госпиталға барған. Басқа больницаға ауыстырған екен ғой. Сонда. Бұны әдепкі түскен больницасы врачы анша емді емапты да. Сонан кейін басқа бір больницада досы болады екен, соны шақырып советовать еткен деді. Мынандай бір ауру түсіп еді, осы емдеп жатырмын, біраздан бері қайтпай онша жақсы болмай жатыр. Сен қандай совет бересің деп.
Сонда о врач бұл бала ауруды маған бер депті ғой. Бұл ауруды маған бер, мен емдейін. Сөйтіп бір больницадан бір больницаға скорый менен алып кеткенде, договормен алып кеткен. әдепкі жатқан больницаға барса шығып кеткен деп жазып қойған ғой. Госпитальда. Шығып кеткен дегеннен кейін жаңағы служит еткен жерге барып жүрген соны әкем. Ол жерде енді өңшең мықты врачтар бар да. Краевой үлкен клинический больница. Білмеймін, неше этаж екенін есімде шығып қапты. Бірақ зданиялар көп еді енді. 5-6 здания ма бар да. Корпус. Бәрі через туннель арқылы жарылысқан. Соның же жаңағы мені бірақ лечащий врач еврей болған. Йос Францевич. Сондай, по-моему. Сол емдеген еврей. Эксперимент деп кеткен дейсіз ба? Иә, студенттерге как эксперимент десемді енді көрсету, практиканттар жүреді ғой. Медиция институтта оқып жүрген студенттер. Солар практикаға жібереді, соларға Ана үйгөгі қаттар бойынша әдепкі жатқан больница